Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Қарасай ауданы Жамбыл ауылындағы номер 2 орта мектебі. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сұйылтылған қышқылдардың карбонаттармен әрекеттесуі. Номер 3 практикалық жұмыс сұйылтылған қышқылдармен карбонаттардың әрекеттесуі, көмір қышқыл газына сапалық реакция. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты. Кейбір карбонаттардың сұйылтылған қышқылдармен реакцияларын зерттеу және көмір қышқыл газының сапалық реакциясын жүзеге асыру. Сабақтың мақсаты. Бүгінгі практикалық жұмысқа қажетті реактивтер мен құрал жабдықтар: стақан, штатив, тығын, тамшылар, фенолфталейн, лакмус, бор немесе мәрмәр, тұз қышқылы, әк суы, натрий гидроксиді және дистерленген су. Номер 3 практикалық жұмыс сұйылтылған қышқылдар мен карбонаттардың әрекеттесу реакциясы. Көмір қышқыл газына сапалық реакция. Алдымен сынауыққа бордың немесе мәрмәрдің бірнеше кесегін салып, үстіне 2 мл тұз қышқылы ерітіндісін құямыз. Сынауықты газ жүретін түтігі бар тығынмен жабамыз. Ары қарай түтіктің ұшын стақанға батырып, газдың жиналғанын жанған шырпымен анықтаймыз. Жиналған газды басқа стаканға ептілікпен құйып, 2 стакандағы газды да жанған шырпымен сынаймыз. Ары қарай көмір қышқыл газы бар стаканға әк суы бар ерітіндіні құйып, ерітіндіні шайқаймыз. Басқа сынауыққа 2-3 мл сұйылтылған натрий гидроксиді ерітіндісін құйып, үстіне бірнеше тамшы фенолфталейнді тамызамыз. Осы ерітінді арқылы көмір қышқыл газын өткіземіз. Түтіктің ұшымен 2-3 мл әк суы бар басқа сынауыққа батырамыз. Сынауыққа 3-4 мл дистерленген су құйып, басқа алынған сынауыққа дистерленген су құйып, үстіне бірнеше тамшы лакмусты тамызамыз. Су арқылы индикатордың түсі өзгергенше көмір қышқыл газын жібереміз. Ал енді қазір видеоны тамашалайық. Тәжірибелер жүргізу арқылы сол әртүрлі карбонаттарға қышқылдық жалындардың зиянды әсерін көрсетуімізге болады. Олай болса, зерттеу жұмысымызды бастайық. Алдымен арнайы колбаға қышқылды құямыз және шардың ішінде қалатындай етіп, оған борды саламыз. Ал енді ақырын осы борды колбаның ішіне түсіреміз. Сол кезде шабытты реакция жүре бастайды. Ал енді реакцияның барысын бақылаймыз. Қалай ойлайсыз? Реакцияда қандай өзгерістер байқалды? Бұл жерде бордың құрамында кальций карбонаты кіреді. Яғни бұл жерде тұз қышқылмен әрекеттесіп, көмір қышқыл газы бөлінді. Газдың түзілу нәтижесінде шар іріленді. Яғни бұл реакция нәтижесінде біз карбонаттар мен қышқылдардың арасында реакция жүргенін дәлелдеуге болады. Өте жақсы, сонда табиғатта да осындай үдерістер болып жатады, иә? Жақсы. Онда екінші зерттеу жұмысын көрейік. Карбонаттар мен қышқылдың арасындағы реакция нәтижесінде бөлінген көмір қышқыл газын сапалық түрде анықтауға болады. Ол үшін алдымен бірінші сынауыққа біз құрғақ кальций карбонатының ұнтағын саламыз. Ал екінші сынауыққа арнайы әк суын құйып қоямыз. Шамамен 3-5 мл. Газ жүретін түтік арқылы олардың арасын байланыстырып, мынау бірінші сынауықты сонымен бекітеміз. Ал енді бірінші біз осы құрғақ кальций карбонатының үстіне дайындалған қышқылды құюымыз қажет. Орындап көріңіз. Кальций карбонаты флосутек қышқылымен әрекеттескен кезде көмір қышқыл газы бөлінеді. Осы кезде көмір қышқыл газын әкті су арқылы өткізген кезде ол лайланады. Себебі кальций карбонаты түзіледі. Ерімейтін кальций карбонаты түзіліп жатыр.
өте жақсы. Қарап тұрғандарыңыздай су аяғында. Жақсы. Көмірқышқыл газын сапалық анықтау үшін тағы да бір тәжірибені орындауға болады. Ол үшін таза құрғақ сынауға кальций карбонатын ұнтағын саламыз, содан кейін оның үстіне қышқылды құямыз және дереу газ өткізгіш түтікпен сынауықтың аузын жауып, бөлінген газды стақанға жинаймыз. Орындап көріңіз. Бірнеше уақыт бойы бөлініп жатқан газды стақанға жинаймыз. Бөлінген газды жанып тұрған шырпының көмегімен анықтауға болады. Яғни жанып тұрған шырпы стақанға кіргізген кезде сөніп қалды. Оның себебі неде? Себебі көмірқышқыл газы жануды қолданбайды. Қолдамайды екен. Жақсы, сонда жасаған тәжірибемізде көмірқышқыл газын анықтауға дәлел бола алады екен. Сонымен қорытынды жасайық. Жалпы карбонаттар мен қышқылдар әрекеттескен кезде түзілетін өнімдерді реакцияның сызбасы арқылы жазуға болады. Яғни, оны қалай жазамыз? Кальций карбонаты немесе жай ғана кез келген карбонат деп алсақ болады. Карбонат қосылған қышқыл реакция нәтижесінде тең тұз, су және көмірқышқыл газы түзіледі. Жақсы. Жүргізілген тәжірибелердің нәтижесін қорытындылау үшін сыныпта талқылау жүргізу ұсынылады. Ол үшін оқушыларға бірнеше сұрақтар қоюға болады. Мысалға, бірінші сұрақ: неліктен біз практикалық жұмыстың видеоматериалымен танысып болған соң, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Борға немесе мәрмәрға тұз қышқылымен әсер еткенде қандай құбылыс байқалады? Бұл тәжірибелер көмірқышқыл газының қандай қасиеттеріне негізделген? Байқалған құбылыстарды түсіндіріңіздер. Реакция теңдеулерін сөзбен жазыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.